арықтау марафондарына қатысам, бір 10 күндей қатысам да, сосын шығып кетем. Маған арықтау керек. Арықтай алмаймын мен, бірақ тәттеден бас тарта алмаймын. Бірақ ішті кетіру керек. Менде бір 20 килограмм салмақ бар да артық. Бірақ күйеуім маған арықтамай қой деп айтты. Дәл осы қалпында жақсы көрем деп айтты. Арықтамай қоя салам қойшы. Бәрібір де арықтамаймын ғой мен деген. Бәрібір де қыз кезіме келмеймін да, арықтау маған қиын ғой. Бір семіріп кеттім, кәдімгідей босанғаннан кейін семіріп кеттім. Бәрі қыз кезінде болмаймын. Бір не істесем болады, арықтау керек маған. Арықтаймын деп 1045 рет бастадым, 1045 рет тастадым. Уже шаршадым, арықтауды бар ғой. бір Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің каналымда арықтау жайлы ақпараттарды және ПП рецептер таба аласыздар. Менің каналыма тіркеліп және лүпіл басып қоңырау шоғына басуды ұмытпаңыздар. Күнделікті жаңа видеолар, жаңа ақпараттар, жаңа рецептер салып отырамын. Сол үшін менімен бірге болыңыздар. Бүгінгі қозғайтын тақырыбым арықтау жайлы. Яғни қалай дұрыс арықтауға болады және қалай арықтауға келу керек. Қалай арықтаймын? Дәл осы тақырыптармен сіздермен бөлісемін. Көп қыз-келіншектер арықтауға келеді де тастап кетеді. Неге? Себебі мотивация жетпейді. Немесе өзіне жауапкершілік алмаған. Яғни мен артық салмақтан арыламын, мен осындай жағдайларды жасаймын, осындай нәрселерді жасаймын, мен осындай периодтардан өтемін деген сияқты өзіне жауапкершілік алмайды. Мен мінсіз сымбатты өзімнің қалпыма келемін, мінсіз фигураға келемін деп ешқандай қыз-келіншектер көп жағдайда өзіне мақсат қоймайды. Біреудің айтуымен арықтауға келеді. Мәселен, күйеуім арықта деп айтты. Мен арықтауға келдім, бірақ мен тастап кетемін көп жағдайда деген сияқты сынды мәселелермен көп қыздар тастап кетеді. Сол үшін қыздар, менің кеңесім, арықтауға келер алдында өзіңізді дайындаңыз. Яғни тәтті жеуден шектеңіз, мүлдем шектемеңіз, бірақ арықтау барысында тәтті жеуге болады, бірақ сіз қалай тамақтанасыз, қалай өзіңіздің рационыңызды жөндейсіз және қандай нәрселер жасайсыз арықтау барысында. Дәл осындайларды сіз осы жағдайларды алдын ала ұзақ ойластырыңыз. Мәселен, менің арықтауыма келуіме дайын болуыма 1 ай уақыт қажет болды. Яғни мен арықтайтын кезде қандай жағдайлар жасаймын, яғни қандай тамақтар пісіремін, немен тамақтанамын деген сияқты өзіме жоспар құрдым. Мысалы, сіз дұрыс тамақтануға келдіңіз және қалай дұрыс тамақтануға болады. Ал егер де білмесеңіз, арықтау марафондарына қатысып көріңіз. Арықтау марафондары сізге мотивация береді және арықтауыңызға көмектеседі және сізді қатаң қадағалауды ұстайды. Көп адамдар негізі арықтау жолын білгенімен, бірақ қатаң қадағалауға өзін дайындамайды. Егер де сіз күнделікті қатаң қадағалауда болсаңыз, онда сіз 1 айда 10 килограммға дейін салмақ тастауыңыз мүмкін. Бірақ әр организм әртүрлі салмақ тастайды. Мәселен, менің салмағым үлкен, демек мен 1 айда 10 килограмм бастапқы айда тастай алуы мүмкін. Бірақ қыздар, салмақ тоқтап қалу кездерде болады. Оған сіздер, мен салмағым тоқтап қалды деп тамақты жей беруге болмайды. Сол үшін салмақ тоқтап қалатын моменттерді де ескеріңіз және өзіңізді дайындап болған соң арықтауға үнемі ізденісте жүріңіз. Яғни ПП рецептермен, ПП кез келген майлы тамақты ПП тамақтарға ауыстырып көріңіз. Мәселен, тауық жейтін болсаңыз, тауықтың сыртқы қабығын жемей, тек қана етін жеңіз деген сияқты. Дәл осындай жағдайларды ақырын жасап, сосын барып дұрыс тамақтануға келеді. Және кешкі тамақты уақытылы ішу, таңғы асты уақытылы ішу, дәл осы жағдайлар сіздің арықтауыңызға алып келетін жағдайлардың бірі болып келеді. Адам бір уақытта, яғни бірден 10 килограмм салмақ тастай алмайды. Тастау мүмкін, тек қана дұрыс емес арықтау болып тастауы мүмкін. Сол үшін дұрыс арықтаудың жолын іздеңіздер. Көп адамдар артық салмақтан арыламын деп жаңағыдай бұлшық еттерден айырылып жатады, яғни тері салбырап жатады. Неліктен? Себебі олар дұрыс тамақтанып жүрмін деп, бірақ жаңағыдай организмге қажетті, бұлшық етке қажетті ақуызды тағамдарды жемеуден болады. Егер сіз күнделікті ақуыз тағамдарды жейтін болсаңыз, онда сізде бұлшық еттер қалатын болады, яғни май кететін болады. Арықтау барысында тек қана салмаққа ғана мән бермеңіз. Арықтау барысында үнемі мән беретін нәрсе ол объем. Яғни сіз объемдарыңызды өлшеп отырыңыз. Яғни көкірек тұсы қанша, талия қанша, бедро қанша деген сияқты дәл осыларды
яғни қолыңыз қанша, осындай сияқты объемдарды өлшеп отырсаңыз, ай сайын, айына бір рет өлшесеңіз жеткілікті, ай сайын өлшеп отырсаңыз, яғни сіз мысалы 48 келетін болсаңыз, егер сіз салмақ тастасаңыз, бірақ сонда да объем кішіреймесе, онда сіз май емес, бұлшықетті жоғалтқан болып саналасыз. Сол үшін үнемі ақуыздар тамақтарды жеп, бұлшықеттердің қалуын қадағалап, объемның кішірейгеніне мән беріңіздер. Арықтау марафонына қатысқан болсаңыз, отчеттарды үнемі тапсырып, тапсырмаларды орындап, және белсенді болыңыз. Арықтау барысында сіз қонаққа үнемі баратын болсаңыз, егер де қонаққа жиі шығып, немесе өзіңіз жиі қонақ шақыратын болсаңыз, онда түскі уақытқа жаңағыдай ет дейді ғой, беш бармақ, сондай тамақ жейтін болсаңыз, тек қана етін жеңіз. Кешкі уақытта болса, тек қана етін, ал түскі уақытта болса, онда 250 граммдай шамамен қамырмен 100 граммдай етін жесеңіз болады. Дұрыс тамақтануға көп ақша қажет, менде ондай ақша жоқ дейтін жандарға айтарым, дұрыс тамақтануға көп ақша қажет емес, қыздар. Дұрыс тамақтануға тек қана ниет керек. Егер де сіз үнемі кәмпит, торт, печенье сатып алатын болсаңыз, оның орнына көкөністерді, жемістерді, еттерді сатып алып, дұрыс тамақтануға келсеңіз болады. Дұрыс тамақтану мүлдем қымбат емес, көп ақша қажет етпейді. Сол үшін қыздар, өздеріңізді қолға алыңыздар. Дер кезінде, егер де арықтайтын болсаңыздар, арықтаған бұл күшті сезім, өздеріңізді жеңіл сезініп қаласыздар. Менімен болғандарыңызға рахмет. Видео соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Арықтау мүлдем қиын емес. Тек қана ұзақ процесс, бірақ қиын емес.